кіріспе. Бүкіл адам екі категорияға бөлінеді. Біреулері қарыз алады, екіншілері қарыз береді. Чарльз Лем. Егер осы кітаптың мазмұнын мұқият талдайтын болсаңыз, кез келген қарыздан құтылып, көптеген бизнес жобаны жүзеге асыра аласыз. Бұл таза шындық. Мысал ретінде өзімді келтіре аламын. Мен басқа кітаптарда айтылғандарды қайталамаймын. Басымнан не өткенін түсінуіңіз үшін шынайы оқиғаларды баяндамақпын. Бұл мысалдар ойдан құрастырылмаған. Кітапта айтылғанның бәрі басымнан өтті. Сонымен қатар ол берешектен құтылып, оған қалай қайта тап болмау бойынша нұсқаулық. Бұл туралы мүмкіндігінше көп адамның білуі өте маңызды. Адам қарызданғанда сәтсіздікке тап болатынын байқадым. Бұрын оңай жасалатын істерді енді жасау қиынға түседі. Себебі берешек мидың эмоционалды бөлігімен байланысты. Сондықтан да өте күшті жағымсыз эмоция пайда болады. Адам қарызға батқанда мазасызданып уайымдай бастайды. Ең қызығы, адам қарыздан басқа еш нәрсе туралы ойлана алмай қалады. Оны бірақ өзі байқамайды. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да қарыз жайлы ойлануға тура келеді. Ойланбай тұра тұрайыншы десеңіз де қолыңыздан келмейді. Қарыздар екеніңіз тіпті түріңізден көрініп тұрады. Сырт көз адамда проблема барын, депрессия басталғанын байқап қояды. Қарыздың да сондай тылсымы бар. Мысалы, махаббатпен айналысу адамды қоздырады. Оған бұл ұнайды. Сол сияқты санаңыз да қарызға батқанды ұнатады. Сол сәтте ол басқаны қабылдамайды. Бұл тиынның артқы жағы. Оның екі жағы барын білесіз. Егер бір жағы ұлғайтылса, екінші жағы автоматты түрде ұлғаяды. Әлем тепе-теңдіктен құралған. Онсыз әлем болмас еді. Қыс, жаз, өмір және өлім сол сияқты оң және теріс бар. Бүгін сіз $5000 таптыңыз деп елестетіңізші. Бірден көңіл күйіңіз көтеріледі. Енді $5000 жоғалттым деп ойлаңызшы. Көңіл күйіңіз төмендеп, алаңдай бастайсыз. Бір нәрседен айырылу адамға эмоционалдық тұрғыдан 100%, ал иелену 70-80% ғана әсер етеді. Жоғалту әркез көбірек эмоция тудырады. Сәйкесінше адам күйзеліске ұшырап, жан жарасын алкогольмен емдеуді әдетке айналдырып, ұрлық, тіпті суицид жайлы ойлана бастайды. Немен айналысып жатқаныңыз алайда маңызды емес. Сіз қарыздан құтылуға тырысқан сайын олар еш себепсіз көрінбейді. Бәлкім кредиторларға қарызыңызды ақырындап қайтара бастаған шығарсыз. Соған қарамастан қарыз азаюдың орнына көбейіп жатыр. Бала кезімде ешқайсымыздың берешек болуды армандамадық. Дегенмен әр адамда қарыз пайда болуы мүмкін. Бүгін бай болсаңыз да 5 жылдан кейін ауқатты болып қалатыныңызға ешкім кепілдік бермейді. Ешқайсымызда қарызбен банкрот болудан сақтандыру жоғын екі параметр растайды. Антон Чеклер Германиядағы танымал тұлға. Ол $3 миллиард айналымға жеткен Челкер дәріханалар желісінің бұрынғы иесі. Бұл факт оны Германияның ғана емес, әлемнің ең бай адамдарының бірі етті. 2003 жылға қарай ол бүкіл Еуропа бойынша 13 мыңға жоқ дәріхана ашып, 52 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтыды. Бірақ оның бизнес империясы бәсекелестікке және өзгеріп жатқан бизнес климатқа төтеп бере алмады. 2012 жылдың қаңтарында төленбеген қарыздарға байланысты Антон өзін банкрот деп жариялады. Эйка Батиста Бразилияда дүниеге келген. Эйка Батиста бір кездері әлемдегі ең бай адам тізімінде 8-ші орында еді. Ол ғаламшардағы ең бай адам болатындай жиі айтатын
болатынын жиі айтатын. Алайда ол өзінің байлығының көп бөлігін 33 миллиард доллардан 16 айда айырылып қалды. Ал басқаруындағы ОГЕХ мұнай компаниясы қарызға батып банкротқа ұшырады. Бариста Рио-де-Жанейродан солтүстікке қарай 5 сағаттық жерде үлкен форт салды. Бірнеше жүк тасымалдаушы компанияны және мұнай танктерін сатып алды. Мұның бәрі мұнайға бай аумақтарда бұрғылау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз деген ойдан туындады. Алайда бұл кен орнындағы мұнай көлемі ойлағандай болмады. Батистаның инвесторларға берген уәдесі құр бос сөз болып шықты. 5 кен орнының 4-еуі қараусыз қалды. Нәтижесінде ол бүкіл байлығын жоғалтты. Сіздің бизнесіңіздің мәңгі өркендейтініне ешкім кепілдік бере алмайды. Тәуекел әрқашан болады. Сондықтан кейін мұндай халге түспес үшін адам қарызға қалай түсетінін білген жақсы.